Аузыңыз құрғай берсе, не істеуіңіз керек? Жолын іздеп жүрсеңіз, осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Сілекей ағзадағы маңызды рөлі бар сұйықтық. Онсыз сөйлеу, тамақ ішу, дәмдерді сезу мүмкін емес. Сондай-ақ сілекей бактерияларды өлтіреді және тіс шегінен қорғайтын болады. Кейбір адамдар ауыз құрғақтығымен қиналады. Онымен қалай күресу керек екенін емін іздеп әуре болады. Ауыз не үшін құрғап кетеді? Әдетте адам тәулігіне 1,5 литр сілекей бөледі. Оның 99% судан, ал қалған 1% электролиттер, ақуыздар, ферменттер, иммунды глобулиндерден тұратын коктейль. Ауыз құрғақтығының ресми атауы ксеростомия. Ауыз құрғақтығы жеке ауру ретінде сирек кездеседі. Ол үнемі қосымша себептермен қатар жүреді. Солардың негізгілеріне мыналар жатады: кей дәрілер, жасқа байланысты өзгерістер, қатерлі ісік кезіндегі химиотерапия және сәулелі терапия, қант диабеті, аллергиялық аурулар, мұрын бітелуі. Алайда алдымен ең қарапайым себептерді жоққа шығаруымыз керек. Тұзды тамақты көп жеуіміз керек. Үнемі құрғақ ауамен демалуды, суды аз ішуді, күйзеліске ұшыраудан аулақ болуымыз керек. Егер сілекей аз болса, аузыңызда құрғақтық пайда болады. Аузыңыз күйдіріп ауыруы мүмкін. Сондай-ақ шөлдей бересіз және ауыздан жағымсыз иістер шыға бастайды. Сонымен қатар тістеріңіз жағдайы нашарлайды. Мысалы, аузыңыз ойылып кетеді, кандидоз пайда болады және ерін жарылатын болады. Тіс шегі көбеюінің қаупі де артады. Себебі мұндай ортада бактериялар жылдам тарайды. Тіс шегіде жағымсыз иіс беруі де мүмкін. Ауыз құрғақтығымен қалай күресу керек? Ең алдымен себебін анықтап алуымыз керек. Оны анықтауға дәрігеріміз көмектеседі. Сондай-ақ сілекей бөлінуін ынталандыратын әдістерді байқап көруге болады. Мысалы, сағыз шайнаңыз, алайда сағыздың қатысыз түрін таңдағаныңыз дұрыс. Ауыз құрғақтығына арналған спрейлер, мұз кәмпиттер, ауыз шаятын құралдар бар. Сонымен қатар тамақтану мен өмір салтына өзгерістер енгізген жөн. Суық суды аз-аздан, бірақ жиі ішу. Түнде ауа ылғалдандырғышты қосу, ерінді ылғалдандыру, тісті дұрыс тазалау, кофе мен шайды азайту, тәтті мен ащы тамақты көп жемеу, темекі тартпау және алкоголь ішпеуді сіздерге кеңес береміз. Достар, менің пайдалы кеңестерім сіздерге ұнаған болса, менің арнама тіркеліп кетіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.